Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта анықталған интеграл және оның қасиеттерін қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығарайық. Алдымен анықталған интегралдың формуласын еске түсірейікші. Интеграл a-дан b-ға дейін f от x dx тең болған берілген интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясы және a-дан b-ға дейін тең f от b-ның мәнінен, яғни жоғарғы шегінен азайтамыз төменгі шегінің мәнін болатын. Ал енді осы берілген анықталған интегралға есептер шығарайық. Бірінші қарастыратын тапсырмамыз интеграл минус 1-ден 2-ге дейін интеграл астындағы функциямыз 2x минус 1-ға тең. Ал жоғарыдағы ереже бойынша интеграл астындағы өрнектен алғашқы функциясын табайық. Яғни 2x-тің квадраты бөлінген 2 минус 1-дің алғашқы функциясы x-ға тең және шектеріміз минус 1-ден 2-ге дейін. Бұл жердегі 2 мен 2 қысқарады, сонда бізде қалады x квадрат минус x тең және шектерін ұмытпайық, минус 1-ден 2-ге дейін. Бірінші кезек x-тің орнына жоғарғы шектің мәнін қоямыз. Сонда 2-нің квадратынан азайтамыз 2-ні минус 1-ді қоямыз x-тің орнына, минус 1-дің квадратынан азайтамыз минус 1-ді. Ал мәнін есептейтін болсақ, 2-нің квадратынан 2-ні азайтсақ, бірінші жақшаның мәні 2-ге тең болады. Ал екінші жақшаның мәнін есептейтін болсақ, минус 1-дің квадраты 1-ге тең, 2 минус плюсқа ауысады, оның мәні 2-ге тең. Яғни 2-ден 2-ні азайтсақ, нәтижесі 0-ге тең. Келесі бір есепті қарастырайық. Екінші есебіміз. Интеграл 0-дан пи бөлінген 4-ге дейін интеграл астындағы функциямыз косинус x-ға тең. dx. Ал косинус x-тің алғашқы функцияны бәріміз жақсы білеміз. Ол синус x-ға тең. Синус x, яғни төменгі шегі 0-ге тең, жоғарғы шегі пи бөлінген 4-ге тең. Алғашқы функциядағы айнымалының x-тің орнына жоғарғы шектің мәнін қоямыз. Сонда синус пи бөлінген 4 минус синус 0-дегі мәні. Ал синус пи бөлінген 4-дегі мән бәріміз жақсы білетін шығармыз. Ол бізде түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Ал синустың 0-дегі мәні 0-ге тең. Азайтсақ, нәтижесінде тек түбірасты 2 бөлінген 2 ғана қалады. Тағы да бір есеп шығарып көрейік. Үшінші тапсырмамыз бізде интеграл 0-ден 1-ге дейін интеграл астындағы функциямыз 1 бөлінген түбірасты 4 минус x-тің квадратына тең. Осы интегралды есептеуіміз қажет. Ол үшін алдыңғы сабақтарда біз қарастырылған мынандай интегралдың формуласын еске түсірейік. Интеграл астында dx бөлінген түбірасты a квадрат минус x квадраттың алғашқы функциясы неге тең? Формуланы жақсы білетін болсаңыздар, бұның алғашқы функциясы арк синус x бөлінген a плюс с-ға тең болатын. Олай болса, біздің 1 бөлінген түбірасында 4 минус x квадраттың алғашқы функциясы не болатын байқап көрейік. Нәтижесінде тең арк синус x. А-ның мәнін табу үшін бізде түбірасында 4 болғандықтан ол 2-нің квадраты, яғни А-ның мәні 2-ге тең. Және шектерін қоямыз 0-ден 1-ге дейін. Онда бізде арк синус x-тің орнына 1 қойсақ, 2-ден 1 минус арк синус 0-ді 2-ге бөлсек, бәрібір 0 болады. Ал арк синус 2-ден 1-дегі мән бәріміз таба алатын шығармыз. Оның мәні пи бөлінген 6-ға тең. Ал арк синус 0-дегі мәні 0-ге тең. Яғни пи бөлінген 6-тан 0-ді азайтсақ, пи бөлінген 6-ның өзі қалады. Түсінікті болу үшін тағы бір есеп шығарайық. Бізге
интеграл берілсін. Интегралдың төменгі шегі 1-ге тең, жоғарғы шегі 2-ге тең. Және интеграл астындағы функция 2 функцияның көбейтіндісі болсын. X көбейтілген 2 бөлінген x қосылған x бөлінген 2 болсын. Бұнда есепті шығару үшін алдымен интеграл таңбасының астындағы 2 функцияны бір-біріне көбейтіп алайық. 1-ден 2. X-ті 2 бөлінген x-қа көбейтсек, қалады 2. Қосылған. X-ті көбейтеміз x бөлінген 2-ге, яғни x-тің квадраты бөлінген 2-ге тең. dx. Енді интеграл таңбасының астындағы өрнектен алғашқы функциясын табайық. Алғашқы функция 2-ның алғашқы функциясы 2x-ға тең, қосылған. 2-ден 1-ді коэффициент ретінде қалдырамыз. Ал x-тің квадратының алғашқы функциясы x куб бөлінген 3-ге тең. Және бізде төменгі шегі мен 1 мен 2 бар, жоғарғы шегі. Жақшаның ішін ықшамдап жазатын болсақ, 2x қосылған x куб бөлінген 6-ға тең. 1-ден 2-ге дейін. Жақшаның ішіне x-тің орнына алдымен 2-ні қойып шығамыз. 2-ні қойып 1-ден мәнін табуға тырысайық. 2-ні қойсақ, 2 жердегі 2 4, қосылған. 3-тің кубы, яғни x-тің орнына 2-ні қойсақ, 2-ның кубы 8, 6-дан 8. Минус, келесі кезек x-тің орнына 1-ді қоямыз. 2 бірім 2, 1-дің кубы 1-ге тең, қосылған 6-дан 1. Ал жақшаларымызды 1-ден ашатын болса, бізде мәні неге тең болады? Тең 4 қосылған 6-дан 8, минус 2 және минус 6-дан 1. 4-ден 2-ні азайтсақ, мәні 2 қалады. 6-дан 8-ден аламыз 6-дан 1-ді. Ол бізде қалады 6-дан 7. Ол дегеніміз қосылған 1,6-дан 1-ге тең. Ал 2-ге 1,6-дан 1-ді қоссақ, 3,6-дан 1-ге тең. Біз сіздермен қарастырдық анықталған интеграл және оның қасиеттері тақырыбын. Келесі жолы осы тақырыпқа тағы да есептер шығаратын боламыз. Ал бүгінше сау болыңдар.